егер күйеуің екінші әйел алып келетін болатын болса, мен онымен тұрмаймын дейтін болатын болсаң, тұрма. Сен ешкім істемейді, зорлап қинамайды. Ажырас. Сен ешкім қинамайды. Біз мына жерде отырып алып көп әйелділікті не істеп отқан жоқпыз, насихаттап шақырып отқан жоқпыз. Ал егер біреу бір әйел емес, екі әйел алатын болса, үш әйел алатын болса, осы екінші әйелін, үшінші әйелінің үкімін шариғат қалай бағалайды? Соны айтамыз. Біз соны айтамыз. Отырып алып, тоқал алыңдар, тоқал алмаған еркек ол еркек емес, нағыз еркек, тоқалы бар еркек деген секілді сөздер айтып отқан жоқпыз. Біреу солай істесе қалай үкім береміз? Енді егер де сен бірінші әйеліңді асырай алмай тұрсаң, бағып қаға алмай тұрсаң, баспанасымен қамтамасыз ете алмайсың, нәпақасымен қамтамасыз ете алмайсың, қамтамасыз еткеніңмен де тапқаның осы бірінші отбасыңнан артылмайды. Мысалы, екінші отбасынан соң тағы да ол бірінші отбасынан мысалы үшін айына қанша шығын кетеді? 400-500 мың кетеді ме? Дәл сол шығын мына екінші отбасыға да кетеді. Пәтері бар, квартира жалдап тұратын болсаң деген секілді. Ол тағысын тағы босанғаннан кейін, туғаннан кейін тағы бір нәрселер шығады деген секілді. Ал сен бұл нәрсеге қауқарсың, жағдайың жетпейді. Үйлену саған арам болады, екінші әйел алу бұл жағдайда. Бұл жағдайда саған тоқал алу арам болады. Неге? Өйткені сен анаған зиян беріп қоясың. Және де бізде әділ емессің. Және де бізде екінші әйел алуың бірінші әйеліңмен ажырасуға себеп болмау керек. Қоғамның оң практикасынан өтіп жатқан жоқ қазір. Бұрын қазақ қоғамында болса да. Бұрын қазақ қоғамында бар. Біздің кезінде батырларды алып қарасаң да оны спискісін тізсең, кете береді. Мысалы, қоғам ол практикада, ол заманның практикасында оң нәтиже берген шығар. Ал бірақ қазір біздің заманда оң нәтиже бермей жатыр. Оның қасында кәдімгідей иманды деген адамдардың өзі екінші әйел алып, оны ажырасып кетіп жатқандары жетеді мысалы. Жеңіл-желпі қарап жатыр. Сондай адамдар ажырасып кетіп жатқан кезде ол қарапайым адам, ол тоқал алып ажырасып кету ол әп-сәтте-ақ. Ал енді қара, жағдай келеді, асырай алады. Бірінші әйеліне де әділдік көрсете алады, екінші әйел алса да оған әділдік көрсете алады, физикалық жағынан да мықты, материал жағынан да мықты, мысалы ретінде. Бұл жағдайда екінші әйел алам дейтін болатын болса, мен шариғи үкім не істеймін? Бұрмалап әйелдерге жағушы мен енді үкімді бұрмаламаймын ғой. Бұл жағдайда үйленуге болады бұған. Әйел адам қарсы шықса, қарсылығы алынбайды. Бұндай жағдайда. Яғни қазір қоғамда тарап кеткен. Екінші әйел алу үшін бірінші әйелінің разылығы керек деген. Разылық керек емес. Сен асырай ала ма? Екінші әйелді асырай ала ма толықтай, бүкіл жағын қамтамасыз ете ала ма? Шариғат рұқсат еткен. Бірақ ешкімге айтпай жасырып алушы ұстаз. Адамдардан жасырған әйелін адамдардан жасыратын болатын болса, ол Алланың алдында жауапкершілікті ала алады деп өте қиын. Өте қиын. Егер де бір қыз-келіншекке келіп ұсыныс тастайтын болатын болса, мен екінші әйелім бар, бірақ та бәрі жасырын болсын. Ешкім білмесін. Көп жағдайда өтірік текеміз жасырып болсын деп, сенің әке-шешең де білмесін, мен де әке-шешем білмейді, бірінші әйелім де білмейді. Мен тек сол түнін өткізу үшін барам. Босаған кезінде нәпақаны беріп барам деген секілді. Егер де осындай ұсыныс тастаса, оны отказ беріңіздер. Ондай еркекпен ажырасып кету ықтималдығы өте жоғары. Өте жоғары. Сосын анау азаннан кешке дейін отырып алып, мен тоқал аламын деп отыра беретін де болады да. Әйелінің миын жеп мысалы ретінде. Бұндай еркекті тоқал алмайды, қорқып қойыңыздар. Азаннан кешке дейін мен тоқал аламын деп беретіндей, тоқал ала алмайды көп жағдайда. Тоқал алатын еркектердің өзі жағдайы бөлек болады. Сондықтан да тоқ өтері қорытындылайық. Бұл да практикадан өткен ғой сонда, қорытындылайық. Екінші әйелді бірінші әйеліңді асырай алмайтын болатын болсаң, немесе асырай аласың, бірақ екінші отбасына қаражатың болмаса, бағып алатындай үйлену саған арам болады. Әдемі. Ұстаз әділдік тұрғысынан қалай? Жаңа ұстаз айтты, әділ болу керек деген. Осы әділдік тұрғысынан қалай болады? Қалай әділдік көрсету керек? Енді әділдік тұрғысынан ол махаббат жағындағы мәселені айтып жатқан жоқ, жүректің, енді ол жүрек деген кезде махаббат жағын деген сөз біреуін жек көріп, біреуін жақсы көру деген сөз емес. Оны айтып жатқан жоқ. Олай болатын болса, ол да зұлымдық қалып барады аяғы. Бұл жердегі шариғаттың қойып берген әділдігі мына бірінші әйелін қамтамасыз етеді ғой, нафақасымен қамтамасыз ететін болса, екінші әйелін де тура сол нафақамен қамтамасыз ету керек.
мынаны үй жабдығымен қамтамасыз ететін болса, мынаны да сондай деңгейде қамтамасыз ету керек. Одан кейін күндерін мынаған бірінші әйелі екен деп оған 3 күн сол бірінші әйелімен болып, мынада 1 күн болатын болса, бұл әділетсіздік деген сөз. Күндері де теңдей бөліну керек. Нафақаталары да теңдей бөліну керек. Мынаған мынандай киім алып беретін болса, екінші әйеліне де дәл сондай нәрседе, енді сондай көлемде алып беру керек. Мынаны тек қана біреуін ғана қыдыртады. Немесе біреуімен ғана жаңағыдай тамақ алып береді, біреуіне ғана жағдайын жасайды, екіншісіне мән бермейтін болса, немесе керісінше, бұл да әділетсіздік болады. Осы жағынан барлық жағы моральный да, материальный да толығымен дайын болу керек қой. Сондай бар ғой. Мынаған қызыл көйлек алып берсең, мынаған да қызыл көйлек алып беру керек деген сияқты. Мынаған шарт емес қой. Егер де сен бірінші әйеліңе гүлі бар киім алып берсең, гүлі бар, мындай. Ұш бет қойған гүлі бар киім алып беретін болсаң, екінші әйеліңе де дәл сондай гүлі бар киім алып беру керексің. Егер де ондай гүлі бар киім болмаса, оны заказ бересің, күтесің. Сосын барып, сол әйеліңе алып беруге міндеттісің деп ойлайтындар бар қоғамда. Ұнамаса, қарбыз алса, бірақ қарбыз алса, соны сантиметрмен өлшеп, қақ ортасынан бөліп алып беру керек. Жоқ, әділдік ондай емес. Әділдіктен самасы жасайса жаңа. Аш қалдырмайсың, нәпақасын бересің. Мынау да нәпақасын алып отыр болды. Ал көлемінде, сипатында әділдік жүрмейді. Мына кісінің ұстауда мүмкін емес. Мына кісінің бірінші әйелі мысал ретінде қауын ұнатуы мүмкін де, екіншісі қауын ұнатпауы мүмкін. Луи Виттонның сағатын ұнатуы мүмкін, анау ұнатпауы мүмкін деген секілді да. Түсіндің бе? Иә. Солай. Әділдік солай. Яғни, әділдік осылай түсініледі. Бірінші күн бөлуден тура мында қандай күн бөлсең, мында да сондай шам уақытында болу керексің ғой. Енді ол әр отбасы жалпы әр отбасы әртүрлі. Біз айттық, тәжірибені әкеп, біз біреудің тәжірибесін екінші отбасыға тәжірибе жасауға болмайды. Мысалға, пәленше деген адам бар. Бұл таза екі әйелі бар, еркектер қатысы бар қоғамда. Қоғамда шариғат қалай баға, олар да бүйтіп отыра бермейді. Бірінші әйел разы шығар оны. Қазір қоғамда андай да. Бірінші әйелді разы. Екінші әйел ала берсін. Көніп тұр, нормально. Семья өмір сүреді, бірақ мына жақтан келеді, оны істейді. Бірінші әйел ол разы болып тұрса да ішінде жылап жатыр. Жоқ нәрсені ана келіп телейді. Жоқ, нормально өмір сүріп жатыр. Не істейсің сені талқылап? Біреудің отбасына араласып не істейсің? Олардың таңдауы солай. Өмір сүреді, өзі таңдап тұр сол нәрсені. Екі тарапта. Не істейсің сен оны? Мақсатың ажырату ма сонда деген секілді да. Біреу барып ол насихаттап, сөйтіп ажыратып жіберсе бір жөн екен. Немесе сондайға соған себеп болады. Солай өмір сүріп жатқан екі әйелі бар адамдарға біз үкім айтып отырмыз. Олар деген адам ғой, енді олар үкім беру керек, әділдік не деген секілді білу керек. Бірақ қоғам практикасы әділдік мәселесінде жалпы тағы да айта кететін нәрсе, әркімнің отбасы әртүрлі болады. Біреудің отбасын әкеп бір екінші отбасыға тәжірибе жасау ол дұрыс емес. Немесе мынандай отбасы өмір сүріп жатыр екен, біз де сөйтіп өмір сүреміз деген сияқты. Мынау әйеліне солай қарайды екен. Қазіргі көп қателіктердің бірі осы ғой. Мынау сөйтіп әйел істейді екен, немесе жаңағы шығып айтады ғой, сен бүйтіп айту керек, осындай нәрсеге тек қана қағидаттармен өмір сүреді. Сол қағидаттар болмай қалатын болса, ары қарай оның шешетін парасаттылығы, хикметтігі жоқ та еркек адам. Еркек адам, үйленетін адам, бірінші әйелі үйлене ме, екінші әйелі үйлене ме, оның бойында хикмет болу керек. Басқаратын саясаты болу керек, ол өзіне тән. Тек біреуді ғана естіп, сонымен ғана жүретін болса, ол көпке бармайды негізі. Ол тәжірибеден мейлі 1000 жерден өтетін болса да, біреудің тәжірибесі екіншісіге жарамайды. Кез келген адамда ер адам ғой, біз басқа подкаст басқа алдында кеше айттық, тізгін неде болу керек дейді. Ер адамда басқару солда болғаннан кейін әркімнің басқаруы әртүрлі, әр адамның саясаты әртүрлі, хикметі әртүрлі. Енді мынандай болуы мүмкін. Бірінші отбасы екінші отбасыға қарамаймыз дедік қой. Бірінші отбасының әйелі разы болуы мүмкін. Өзі сөйтіп айтуы мүмкін. Мен ғылыммен айналысам, маған көбірек уақыт бер, немесе маған жаңағыдай 2 күн маған көңіл бөлсең жеткілікті, мен мынандай істермен шұғылдану керек, 4 күн өзім қалам деген сияқты айтатын болса, шариғат тұрғысынан оны рұқсат етеді. Біреумен онда 4 күн болады, анаумен қанша күн болады? 3 күн деген сияқты, 2 күн деген сияқты. Ақысынан бас тартса. Өзінің ақысынан бас тартса, өзі разы болатын болса, онда шариғат оны нетпейді. Ал әділетсіздік деген сөз керісіншесі, осының керісіншесін істеу. Мындай да. Енді қоғамда әйелдерге оңаша ұнамайды ғой, мүлдем. Ұнамайды. Ол түсінуге болады әйелдерді. Сен ойлашы қара. Бірге шаңырақ құрдыңдар. Неке түйдіңдер да.
ыстығына суығына да шыдап келдің, өмір сүріп келдің да, қанша қиындықтан өттің, сөйтіп келесің да, енді жағдайың жақсы болды деген кезде тарс етіп екінші әйел аласың. Ол балға айтқанда екінші әйел дайын өмірге тап болып отыр да, мысалы үшін. Иә. Қиындықтан өмірге еңсерген жоқ. И әйел адам соны естиді, қабылдағысы келмейді. Қалай бұл дейді. Бөліскісі келмейді былай айтқанда. Енді қалама в основном әр отбасы әртүрлі көп еркектер мейлі ол дін жолын ұстансын, дін жолын ұстанбасын, ол екінші әйел алу деген ойында бар оның. Намаз оқымайтындар, діннен алыстар, әйелін айтпастан жезөкшелерге барып жүре береді. Талай инфекцияны жұқтырады. Бәрі емес әрине. Бәрі емес әрине, көк топырақ шашпайды, бар ондайлар. Бар, қоғамда бар. Иә, әйелін айтпай жасырын жүре береді деген секілді. Ал енді дін ұстанатын адам болғаннан кейін оны жасай алмайды ғой енді ол. Шариғи жолмен жасағысы келеді да. Сондықтан да тағы да осыған қоса айтып кетейін, асын сызып айтып кетейін, ол екінші әйелдікке шақыру деген нәрсе болып қалмасын. Мен өзім ұстанымымда, жеке өзім ұстанымда, маған келіп біреу не сұраса, кеңес сұраса, екінші әйел алсам бола ма? Сұрайтындар көп, дайректен толып қалған, жетеді. Ашсаң да. Оларға мен былай деп айтам. Егер де сенің әйелің, қазір әйелің, бүкіл ақыңды беріп тұрса, отбасында үй шаруасын жасап отыр, төсектегі ақың бәрін беріп отыр, мысал ретінде да, сені ыстығыңа шыдап, суығыңа шыдап, барлығын үлден-бүлдеген не істеп отыр, айтқанда қарап отыр сен, қабағын қарап отыр. Осындай болатын болса, екінші әйел алғаннан қарағанда, сол екінші әйел кететін шығынды бірінші әйеліңе сал одан да. Фигурасын 90-60 қыл. Егер де 3-4 баламен жаңағыда несеп қалса, мысал ретінде да, кішкене қажып қалса деген секілді. Сөйтті сол әйелімен өмір сүр. Босқа шашырамай. Босқа шашырамай. Алла тағала бекер айтып тұрған жоқ. Әділ қыла алмасаңдар, біреумен шектеліңдер деген сөз Алла бекер айтқан жоқ. Көп еркек әділ бола алмайды. Бұны дін жолында жүрген адамның өзі, білімі бар адамның өзінің әділдік қылу өте қиын. Түсін ба? Ал қарапайым адам айтпақ қой керек. Енді жаңа сіз сөзіңізде айтып қалдыңыз ғой, көп әйелдерге бұл нәрсе ұнамайды, иә. Үйленер алдында мынандай қылып шарттасатындар бар. Мен саған күйеуге шығамын, бірақ екінші әйел алмайсың деп шарттасатындар бар, да? Ондай шарт жасау дұрыс па? Жалпы енді шариғатта ол харам болады деген нәрсе емес. Өз еркі ғой әйелдің, шарт жасай ма, жасамай ма. Бірақ енді оның шешімі бар да. Қалай шарт жасайды? Мысалға, мен бірінші әйел алмайсың деп шарт қою мүмкін. Сол себепті оның бірнеше көрінісі бар. Біреу айтуы мүмкін, бір әйел айтуы мүмкін. Бірінші әйел алмайсың, сол үшін мен саған мәһірімді, қалың малымды аз қылам деген сияқты келісуі мүмкін. Мысалы, миллион болатын болса, қазір 2 миллион болатын болса, 500 мың деп айтуы мүмкін. Егер сен сөзінде тұрмайтын болсаң, онда сен 1 миллион деген сияқты. Ол сөзінде тұрмайтын болса, егер ер адам, ол неке бұзылады деген сөз емес. Егер соның өзінде де екінші әйел алатын болса, онда 1 миллион беруге тура келеді. Егер сондай келісім болатын болса. Ал екінші жалпылама айтты, сондай шарт қойды, мен саған осындай үйленем, екінші әйел алмайсың деп, бірінші екінші әйел алатын болса, оның айтқан сөзі лағу болады енді. Бұл жара нетпейді. Неке сол үшін алған үшін неке бұзылып кетпейді. Жақсы. Сосын андай нәрсе да. Былай ойлайтындар бар, подкастты көріп отыр, анау үзінділер кетеді бұның, қиылып алып. Сөйтті кейбіреулерге хайп керек. Контент тақырып таппай отыр. Не істесем бұл, кім түсірсем екен. Кімді қараласам бар. Сөйтіп, мына 4 көз Данияр шықты, мына нәрсені тоқал жайлайықты, подкастын көрейік дейді. Подкаст тыңдайды, жаңа сөздерім естіп алды ғой енді. Енді күйеуің бәрібір де былай левел жолмен әйелдерге барады, инфекция жұқтырады, бүкіл жаңағыдай жағдайын жасап отыратын болатын болса деген секілді. Сонда не әйел деген ол не төсек ойыншығы ма сонда деген секілді нәрсені алып келіп контентін ұру мүмкін да жердеше. Соларға да бір асын сызып айтып кетейік. Одан кейін ақталу үшін бір рилс түсірмеу үшін ғой, осыны қиып саласыңдар да, сондай нәрсе шығып бара жатса. Мынандай мәселе. Мына жерде бір нәрсе ұшып жүр. Шығып жүр. Егер күйеуің екінші әйел алып келетін болса, мен онымен тұрмаймын дейтін болатын болсаң, тұрма. Сен ешкім істемейді. Зорлап қинамайды. Ажырас. Сен ешкім қинамайды.
мысал ретінде. Бұндай сөз айтып жатқан адам бар ғой, ол күйеуінің екінші әйел алу шариғи үкімде қарап тұрған жоқ қой ол. Ал күйеуің екінші әйел алып келді ма, сонымен бірге тұрам деп жатыр ма? Жарайды, ажырасың келді ма, ажырасып кете бер, бітті. Сол. Иә. Біз бұл жерде үкім ретінде айтып жатырмық. Үкім ретінде. Жақсы, түсінікті.